Баршаңызға сәлем, есімім Назира, каналыма қош келдіңіз. Бүгін мимоза салатының жасалу рецептісімен сізбен бөліскім келіп отыр. Өте керемет дәмді салат және жылдам дайын болатын салат. Сосын ең бастысы, бұл салатты үйдегі бар азық-түліктен жасай берсеңіз болады. Видеомды соңына дейін қарап, менімен бірге осылай жасап көріңіз, міндетті түрде. Өте дәмді салат. Бұл салатты дайындау үшін балықтың кез келген томат қосылмаған түрі бола береді. Мендегі скумбрия. Балықты майдалап алып, сосын алдын ала пісіріп алған картопты үккіштің майда жағынан өткіземін. Сосын картоптың бетіне жаңағы майдалап алған скумбрия балығымды саламын. Ой пікіріңізді комментарий бөлімінде қалдырып қойыңыз. Енді оның бетіне майонез жағып, оның үстіне алдын ала майдалап турап алған пиязды саламын. Сосын пісіріп алған сәбізді үккіштің майда жағынан өткізіп, үстіне майонез жағып, келесі кезекте жұмыртқаның сарысын үккіштің майда жағынан өткізетін боламын. Егерде мен видеом ұнаса, достарыңызбен бөлісіп қойыңыз. Тағы да майонез жағып, енді ең соңғы салаттың ең бетіне жұмыртқаның ағын үккіштің майда жағынан өткіземін. Жұмыртқаның ағы салатқа бір керемет әдемі реңк береді. Үлпілдек, нежный дейді ғой. Әдемі болып, күшті болып тұрады. Мінекей, көріп тұрғандарыңыздай, мен салатым дайын болды. Өте керемет, өте дәмді. Міндетті түрде осылай жасап көріңіз менімен бірге. Видеомды соңына дейін қарағаныңыз үшін, каналыма тіркеліп, лайк басқаныңыз үшін сізге көп рахмет. Каналымда келесі кездескенше аман сау болыңыз. Осылай міндетті түрде жасап көріңіз. Өте керемет дәмді салат. Сау саламатта болыңыз.